Дәлел айтайын ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Сүлеймен пайғамбардың уақиғасын келтіреді. Сүлеймен алейхиссаламның заманында бір кісі келіп Сүлейменге бір жақсылық жасаған екен. Сөйтіп Сүлеймен маған сұра дегенде, ол кісі айтады ғой Сүлейменнен: "Ей Сүлеймен, маған хайуанаттардың тілін үйрет" дейді ғой. Жоқ, басқа нәрсе сұра дейді. Дүние сұраса берейін. Жоқ дейді, маған осыны үйретен қоймайды. Сонда айтады: "Мақұл" дейді, "көп нәрсе үйретпеймін" дейді. Бір кішкентай ғана жануарлардың тілін үйретейін. Құстар, жындар, басқалар, олардың тілін не қыласың? Сен біреуін үйрен деп кішкентай жануарлардың тілін үйретеді. Сонымен үйіне келсе, сиырын да түсінеді, итті де түсінеді, мысықты да түсінетін болады. Бір отырған кезінде қараса, көршінің иті өзінің итінің жанына келіп тұр. Сөйтіп екеуі сөйлесіп атқанына куә болады. Көршінің еті бар екен, бір жерде тыққан. Соны сұрап жатыр өзінің иті: "Әй, берсе анау еттен, бізде жейгенді" десе, "Болмайды, маған өзіме керек болады, соған қара күніме деп жауып қойдым" десе, анау айтады: "Мынау қожайынның сиыры ауырып тұр негізі. Сол ертең болмаса ар күні өледі. Сол өлгеннен кейін сол бір сиырдың еті ғой, екеуміз мырық боламыз. Бері ана етіңді" дегеннен кейін жарайды дейді. Сонымен екеуі барып ет жейді. Бұл бірден түсінеді, барып сиырын базарға сатып береді. Пысық қой. Содан тағы да демалып отыр, бірнеше күндер өтеді. Содан демалып отырса, анау иті тағы келіп тұр. Сөйтіп көршісінің иті сол екеуі сөйлесіп жатса, анау ит сұрап жатыр ғой: "Еттен берсейші" десе, "Жоқ, болмайды" дейді. "Өткендегі сиырың деп едің, болмады ғой" десе, "Ол менің қолымдағы нәрсе емес қой, қожайын сатып берді ғой, оны мен не қылғанда ондай болмайтын еді ғой. Сен дұрыс түсінсейші. Сенбесең, мысалы, мен 2 күннен кейін аты ауырып тұр" дейді. "Сол аты өледі" дейді. "Содан кейін екеуміз жейміз соны" дейді. "Болды онда" дейді. Сөйтіп екеуі ет жеуге кетеді. Бұл тағы да барады, атын сатып береді. Үшінші уақиға болады. Тағы да ит келеді, тағы да екеуі уәделеседі, болмайды. Содан өзінің ит айтады: "Менің қожайыным ауырып тұр" дейді. "Бір күн болмаса бір күні өледі жақында. Бір 2 күні қалған шығар ар кетсе. Ол өлгеннен кейін жұрттың бәрі келіп мал сояды ғой осында. Сүйек те болады, ет те болады" дейді. "Бұл уәде ғой бұл" дейді. Содан ана бейшара жүгірген күй Сүлейменге келеді ғой: "Ей Сүлеймен" дейді, осындай уақиға болды, осындай болды, не болады екен" дегенде, Сүлеймен айтады: "Ей бейшара, айттым ғой саған. Саған бұл тілдің қажеті жоқ бұны білудің. Адам баласы сол тылсым дүниеге қызығады.